Қайырлы күн достар, бүгін біз қысқа сақтауға арналған томат пен қытырлы қияр дайындайтын боламыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетіңіз. Ең бірінші қиярды 1-2 сағатқа суға тұз салып қалдырып қоямыз. Содан кейін қиярды тазалап банкаларға салып шығатын боламыз. Содан кейін сарымсақты салып шығамыз. Үстіне қайнап тұрған суды құйып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минут өткеннен соң суын төгіп, суды қайтадан қайнатып, банкаларға толтырып құйып шығамыз. Енді кезекте қызанақты тазалап жуып аламыз. Содан кейін ортасынан бөліп, блендермен немесе массировканың көмегімен өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп болғаннан соң жақсылап қайнататын боламыз. Содан кейін банкадағы суды төгіп тастаймыз. Банкамызға лавр жапырағын, қара бұрышты салып шығамыз. 2 литр банкаға 2 қасық қант, 2 ас қасық тұз және 2 кіші қасықпен уксус құямыз.
Қызанақ жақсылап қайнап болғаннан соң ыстықтай банкаға құйып, қақпақтарын жабамыз. Біздің қысқа сақтауға арналған қытырлақ қиярымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ардақ. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосып, лайк, коммент қалдырып кетіңіз.